мекеме. Кітапханашы кез келген оқырман оқушыға серік, дос, сырлас, кеңесші қызметін атқарады. Осы ретте мереке қарсаңында біз тікелей эфирде кітапхана саласында 30 жыл жұмыс өтілі бар кітапханашы Хромтау аудандық кітапханасының библиографы Тынбаева Мәнсия Күйеужай қызымен кітапханашы мәртебелі мамандық атты онлайн сұхбатын өткізгелі отырмыз. Енді тоқ келіп шамалы ой елсіз бәріміздің қарапайым адамдарымыз бар. Өзім жағдайын айтты. Немере тұрмысқа шығады екен, Египтағы. Сол ол неге қалып, неге соны білгісі келіпті, ол қажет екен. Оны ағамыз оқымыз қойып, бүкіл материалдарды энциклопедияны алдық. Енді бізде Египет туралы жалғыз эскердік жаңағы қызмет көрсету бөлімінде тағы да кітаптар бар ғой. Бәрін ағылшынша айтып, олар да мұсылмандар екен деп жаңағы осындай сөзден елік осы жылы мына АДК-дің Тасат майданын оқып шықты. Тоғыз философия ғой енді. Қиындау, қайтада түсінбей қайдан қайтып барып, сол кітапты оқыдық. Бірақ ол маған ұнады. Ол кітап маған ұнады. Орысша да оқимын. Орыс тілде білмеймін, орысша маған оңайлау. Қазақ тілді бірақ оқимын. Оқуға тырысамын. Енді мына біраз жыл осы кітапханада істеп, колледжге барып, колледжде істедім деп айттым ғой енді. Сонда колледжде жұмыс жасап жүрген кезде екі рет республикалық семинарға қатыстым. Доклад дайындап. Сол кезде республикалық ғылыми педагогиялық кітапхананың марапатына ие болдым. Сосын мына Ақтөбе облыстық білім басқармасының алғыс хаттарына, сосын тәрбие жұмысына қосқан үлесі үшін төсбелгі берілді маған. Енді мына кітапханадан 2020 жылы республикалық кітапхананың грант марапатына ие болдым. Және кәсіптік одағымыздың да марапаттадым. Сізге жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Біздің кітапхана қазір совет үкіметінің кезінде өзің білесіз, айтып кеттіңіз. Ол кезде бізде өрт бригадасы, солай кітапханашылар шабандарға аралап жетеді ғой. Соның бірінде болдыңыз. Енді қазір талапқа сай, 21 ғасырда қазір талап жаңа немен форматпен жұмыс істеп жатқан кездері бар, өзгеріс те бар. Қазір келіп келем десе бүкіл форматта, бүкіл кітаптар, қазір интернетте де, бүкіл неде де бәрінде тұр ғой. Қазір енді келіп оқушылар, айтып отырсыз, кішілер оқушылар келіп, осындай оқырмандар келіп оқиды. Ол да бір жақсы. Оқыса ғана адам білімді болады. Кітапты оқыса ғана сөйлеу мәнері жақсы болады деген сияқты ғой. Сондықтан сізге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбегіңізге зор денсаулық. Мына отбасы аман болсын. Енді біздің Бөксай ауылдың мәдениет үйінің, Бөксай ауылдың әкімі Сүйналин Анығазыұлының ас хатымен марапаттау етіңіз. Бұл кісімен де жұмыс істеген Құрметті өзіңізге, төріңізге, ол да үлкен лезіп, ан екен. Осындай екі ер азаматын, екі балаңыз бар екен. Осындай үлкен арыстандай, жолбарыстай күші болып, қайратты, денсаулығы мықты болсын деп төріңізге ант әкеліп отырмыз.